Жақсы, онда досым, рахмет, хабарласамыз онда. Бопты, жақсы хабарласамыз ғой. Иә, жақсы. Бопты. Қалайсыңдар? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Жездеке, қалайсың, Жездеке? Аман есен ба? Жағдай жақсы ма? Асылбек. Кабинетің күшті ғой. Зор ғой? Айтпақшы. Міне, қабыл ал. Бұл не? Бұл не деген еш, Жездеке? Өзің айттың ғой. Құжатындaki жұмыс дайын деп. Міне, дайын. Иә. Жарайды, көрейік. Асылбек. Ау. Өткенде айтқанымдай. Шаруашылық бөлімінің меңгерушісіне вакансия керек. Сен соған ұсынып көрейін. Ұсынған несі? Жүзі, мен сол бөлімнің бастығым деп отырмын ғой мен. Оның үстіне менің сүйікті әпкемнің сіз сияқты. Әдемі, сұлу, дара, күйеуі барда. Менің осындай жездем барда. Маған не ойым, айтшы, Жезе, айтшы. Ғой енді, бірақ бәрі заңды болу керек. Сен менің қайным болған үшін емес, нағыз іскерлігімен, өз күшімен жұмыс істегенің дұрыс деп ойлаймын. Әрине, Жезеке, отыр болайшы, берші, отырғызшы мен. Қалған бәрін қатырам. Білесің ғой мен, Жезе. Жарайды. Онда менен хабар күт, иә? Кете берейін ба? Ой, Жездеке. Рахмет, Жездеке. Өте керемет кеш болды. Саған рахмет. Айтпақшы, бөлімде бәрі тыныш па? Әрине. Жезе. Асылбек, мен тыңдашы. Атқарып отырған қызметін өте жауап. Сондықтан тірлігіне пысық бол. Одан кейін пара алып, теріс әрекет жасап жүрме. Менің артыма кір келтіресің, жарай ма? Жезе, маған сенбейсің ба сен сонда? Уайымдамаса мен отырмын осы жер. Бәрі жақсы болды. О, Рома. Қалай? Қарын тойды ма? Жезе, мен жүрейін онда. Шаруа көп, ана жолда кімге соғым керек? Жақсы. Рома, сабаңды оқы жақсылап. Әпке, жаныма шейін. Тамақ өте дәмді. Сұлу қыз, сабағын жақсылап оқы. Жақсы, Жезе, хабарласамыз. Жарайды. Жақсы, аман жүр. Ассалаумалейкум, Асеке. Алейкум ассалам, Нұреке. Жақсы, отыр. Ой, қалай? Чай, кофе? Жоқ, рахмет. Менікі тез ғой. Айта бер. Мен сол өткендегі тірлік бойынша. Бұл не? Асеке, бұл сіздің бізді байқамай жүруіңіз үшін. Сендер менің қоймам тонап бітетін болыңдар ғой. Есесіне, сіздің үлесіңіз зор ғой, Асеке. Нұреке, сізде қатырас, Абайлансыршы. Сосын келесі апта қоймаға тағы құрылыс тауарлар келеді. Менен хабар күт. Өзім айтамын. Әрине, Асеке. Сізбен қызмет жасап жүргеніме өте қуаныштымын. Енді, Нұреке.
Иә, жігіттер, кімсіңдер? Сізді Сұңқарбаев Асылбек Давлатович па? Иә. Сендер кімсіңдер? Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Қанат Менубайұлы. Келетініңізді айтпадыңыз ба? Өзім күтіп алатым. Мен сені жақсы, іскер, адал жұмысшыма деп ойлап жүргем. Солай болып қалды енді. Оны сен қоя жұмыс қалған. Иә. Демек, сенің де онымен ауыз жаластығың бар ғой. Солай ғой. Бұл не дегеніңіз? Мен түк білмеймін. Мен онымен міндетті түрде сөйлесем, бәрін анықтаймын. Сенде енді онымен сөйлесетін мүмкіндік жоқ қой деп ойлаймын. Неге? Біріншіден, ол 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Ал екіншіден, сен бүгіннен бастап бұл мекеменің директоры емессің. Қалай сонда? Солай. Бұл заңын мен шығарған жоқпын. Қол астындағы жұмысшыларға сен жауап беретінін білмедің бе сонда? Егер жұмысшы пара алатын болса, сол мекемені басқарып отырған адам да парақор болып саналады. Сол үшін кез келген басшы қарамағына жұмысшы алатын кезде 1000 ойланып 100 кесуге тиісті.